Абай шығармашылығында ерекше тағдырлы жыр бар. Ол қараңғы түнде тау қалғып. Ұлы Гетенің өлеңін Абай Лермонтов тәржімасы арқылы қазақша сөйлеткенін білесіздер. Ұлы Баукең, Батыр Бауыржан Момышұлы, неміс, орыс, қазақ нұсқаларын салыстыра отырып, мен Абай нұсқасына 5 қойдым дейтіні бар. Ендеше түп нұсқасын тыңдап көрейік. Über allen Gipfeln ist Ruhe. In allen Wipfeln spürst du kaum einen Hall. Da wir gelehrt sprachen im Walde, warte nur, balde ruchst du auf. Кезек Лермонтовтың нұсқасында. Горные вершины спят во тьме ночной, тихие долины полны свежей мглой. Не пылит дорога, не дрожат листы, подожди немного, отдохнешь и ты. А сейчас мы услышим версию Абая. Қараңғы түнде тау қалғып, ұйқыға кетер балбырап, даланы жымжырт дел салқып, түн басады салбырап, шаң шығармас жолдағы, сіркіне алмас жапырақ, тыншығарсың сен дағы, сабыр қылсаң азырақ.